Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз мүмкіндіктері шектеулі адамдарға мемлекет тарапынан қарастырылған кепілдіктер. Біздің мемлекетіміз мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғауға алған. Мүмкіндіктерді шектеулі адамдарды мүгедектерді әлеуметтік қорғаудың кепілдіктері мен олардың құқықтары Қазақстан Республикасындағы мүмкіндіктері шектеулі адамдары әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы заңымен реттелген. Қазақстандағы мүмкіндіктері шектеулі адамдарға қандай кепілдіктер қарастырылған? Ал енді мүмкіндіктері шектеулері адамдардың құқықтары. Қазақстан Республикасындағы мүгедектер Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде бекітілген әлеуметтік экономикалық және жеке бас құқықтары мен бостандықтарына ие, соның ішінде. Бірінші, әлеуметтік қорғау, оның ішінде оңалту, қоғамға кірігу, ену. Әлеуметтік инфрақұрылым нысандарына қолжетілімділікті қамтамасыз ету. Ақпаратқа қолжетілімділікті қамтамасыз ету. Білім, кәсіпті, оның ішінде еңбекті еркін таңдау. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, кәсіптік даярлау және қайта даярлау, оңалту және жұмысқа орналастыру, денсаулық сақтау, мәдениет, байланыс, көлік, қызметтерін мемлекеттік және басқа ұйымдардағы қызмет түрлерін бойынша бірінші кезекте қызмет көрсету, мүгедектердің шығармашылық қабілеттерін қолдау. Мүмкіндіктегі шектеулі адамдарға арналған әлеуметтік жәрдемақы. Мүгедектікке берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы 97 жылғы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес асыраушысының айырылған және жасы бойынша мүгедектік алған кез келген адам материалдық көмек алуға құқылы. Заңның 8 бабына сәйкес мүгедектік бойынша жәрдемақы мүгедектік алған күннен бастап жұмыс немесе қызмет көрсету кезеңінде, жұмысқа кірер алдында немесе жұмыстан шығып қалса да тағайындалады. Мүгедектігі бойынша жәрдемақы алуға құқығы бар мүгедектердің санаттары. Жалпы ауру, еңбек жарақаттары, кәсіптік ауру бойынша мүгедектер, 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар, 16 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедек балалар, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер, балалық шақтан мүгедек болып келе жатқандар, мерзімді әскери қызметінің мүгедек әскери қызметшілер, жарақаттанудың салдарынан алған мүгедектер, ауру салдарынан пайда болған мүгедектік, азаматтық немесе әскери ядролық нысандардағы авариялардың салдарын жою кезінде немесе ядролық қондырғылардағы төтенше жағдайлардың нәтижесінен мүгедектік алған әскери қызметшілер, ішкі істер органдарының командалық және дәрежелік құрамында және Қазақстанның Республикасының бұрынғы мемлекеттік тергеу комитетінде әскери қызметте, арнайы мемлекеттік органдарда қызметте, қызметтік борышты өтеп жүрген кезде жазатайым оқиға салдарынан мүгедектік алған әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлер, әскери қызмет, арнайы мемлекеттік органдардағы қызмет, ішкі істер органдарының қызметкерлері және бұрынғы мемлекеттік тергеу комитеті қызметтік міндеттерін орындау кезінде алған жарақаттарының, контузиялардың, мертігу, аурулардың салдарынан мүгедектік алған әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлері. Экологиялық себептермен, оның ішінде ядролық жарылыстар мен сынақтар кезінде және олардың салдарларынан мүгедек болған адамдар. Енді мүгедектік бойынша берілетін жәрдемақы мөлшері туралы сөз қозайық. Мүгедектік бойынша берілетін жәрдемақы мөлшері Қазақстан Республикасындағы мүгедектерге және асыраушысынан айырылғандарға берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылы туралы заңның 12 бабында белгіленген.
2018 жылдан 1 қаңтарынан бастап бірінші топтағы мүгедектер 40 мыңнан астам теңге төленеді. Ол күнкөріс минимумы деп есептеледі. Мысалы, екінші топтағы мүгедектерге 1,53 күнкөріс минимумы. Тағы басқалар. Оны сіз осы заңның 12 бабында таба аласыз. Осы заңның 11 бабының 2 және 5 тармақшаларында көрсетілген мүгедектерге еңбекке жарамсыздық бойынша ай сайынғы жәрдемақы келесі мөлшерге тағайындалады. Мысалы, бірінші топтағы мүгедектер 2,81 күнкөріс минимумы. Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған жеңілдіктер. Салықтық жеңілдіктер. Бірінші, екінші және үшінші топтың мүгедектер келесі салықтық жеңілдіктері пайдалана алады. Мысалы, табыс салығын төлемеу мүмкіндігі қарастырылған. Артықшылық тек бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедектерге ғана емес, сонымен қатар мүгедек балалар мен олардың қамқоршыларына да қолданылады. Табыс салығы бойынша аударымдар бір жыл ішіндегі ең төменгі жалақының 55 еселенген шегінде алынбайды. Көлік жарна. Егер науқас адамның қозғалтқышының сыйымдылығы 4000 текше литрге дейін бір автомобиль және бір мотоцикл болса, онда оларды пайдалану үшін жарна төлеудің қажеті жоқ. Жер төлемдері. Егер олар тұрғын үй қорының құрамына кіретін жер учаскелерімен үй алды аумағы, үйді ұстауға, көгалдандыруда, жазғы тұрғын үй салуға берілген учаскелермен байланысты болса, онда төлемдер төленбейді. Бұған үй, гараждар салуға үшін бөлінген жерлер де жатады. Егер жылжымайтын мүлікке мәміле жасалып, онда жылжымайтын мүлікке құқықтарын тіркеу үшін төленетін аударым төленбейді. Жылжымалы мүлікке қатысты операциялар. Қазақстанда тұратын бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедектерге өнер туындыларына, картиналарға, музыкалық композицияларға және шығармашылық қызметтің басқа түрлеріне авторлық құқықты мемлекеттік тіркеу үшін қаражат аударудың қажеті жоқ. Науқастар сотқа жүгінген кезде мемлекеттік баж салығы төлемейді. Сонымен қатар олардың қай істі қарастырып жатқандары маңызды емес.